Елордада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының отырысы өтті. Шараға саланың 30-ға жуық өкілі қатысты. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев жиын алдында әр қайсысымен амандасып, саулық сұрасты. Я все понимаю. С добрым сердцем. Все, что мог делать. Потом расскажу. Хорошо, спасибо. Is it for your present? Oh, really? And What is it? Yes. Yeah. Дін өкілдері пікір алмасу алаңын ұйымдастырған Қазақстанға алғысын айтты. Себебі әлемде геосаяси шиеленістер мен қақтығыстар көбейді. Ел арасында соғыстар жалғасып жатыр. Қатысушылар бұған пандемия, санкциялар және климаттың өзгеруі әсер еткен алға тартты. Сондықтан мұндай басқосулар бекер емес, керісінше форум арқылы әлемді бейбітшілікке шақыра аламыз, деді дін өкілдері. Шара соңында съезд хатшылығының келесі отырысын 2023 жылы күзде Астанада өткізу туралы шешім қабылданды. Для построения более сбалансированного. Елдер арасындағы сенімсіздік, соғыстар, жалғасып жатқан террористік белсенділік халықаралық ұйымдар тиімділігінің жеткілікті деңгейде еместігі әлемдік жағдайда теріс әсер етеді. Осындай жағдайда бұл форум халықаралық қоғамдастыққа маңыз үндеу жібере алады. Атап айтқанда, диалогқа шақыру, қайшылықтарды жеңу, қақтығыстарды тоқтату және бейбітшілікке қол жеткізу. Тақырыпты жалғастырайық. 14-15 қыркүйекте Елордадағы Тәуелсіздік сарайында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі өтеді. Съездің негізгі тақырыбы пандемиядан кейінгі кезеңде адамзаттың рухани және әлеуметтік дамуындағы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің рөлі деп аталады. Шараға 60 елден келген 100-ден астам делегация қатысады. Олардың қатарында Рим папасы Франциск, Әл-Асқардың жоғарғы имамы Шейх Ахмад ат-Тайеб, Израильдің бас Ашкенази Равнини Давид Лау, Иерусалим православие шіркеуінің патриархы Феовиль III және басқа да діни көшбасшылар бар. Негізі мұндай басқосу 2000 жылдардан бері әр 3 жыл сайын өтіп келеді. Ақордада Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдегі ең атақты Ислам университетінің жоғарғы имамы Ахмад ат-Тайебті қабылдады. Кездесу барысында президент Әл-Асғар білім ордасының еліміздегі ислам дінінің дамуына қосып отырған үлесін жоғары бағалады. Келер жылы мемлекет басшысы 4-ші сұлтанның 800-ші жылдығына орай Сұлтан Бейбарыс мешітін қайта жөндеуіне атсалысатынын айтты. Сондай-ақ Каирдегі қазақстандық студенттердің білім алуына жасалған жағдай үшін мәртебелі мейманға алғысын білдірді.